Сәлем достар, бүгін біз осындай творожный батончик дайындайтын боламыз. АБК шоколадынан, олай болса кеттік, өте дәмді болып шығады. Сонымен бірге біз клубника в шоколаде және жен в шоколаде дайындайтын боламыз. Олай болса кеттік. Үйде бар творогымызды осылай аламыз. Оған үйдегі вареньемізді қоссаңыз болады, кез келген. Менде осылай малинаның вареньесі, негізінде сахарный пудра қосып, кішкене сливочный масломен араластырсаңыз да болады. Мен бүгін осылай дайындайтын боламын. Бұл рецепті өте дәмді шығады. Осылай жақсылап араластырып аласыз. Көз мөлшермен немесе дәміне қарай қоссаңыз болады вареньеңізді. Осындай кондитерский мешокқа салып алып, өзіңізге қалаған диаметрде кесіп аласыз басын. Кесіп алғаннан кейін пергамент қағазының бетіне немесе басқа да қағаздың бетіне жақсылап сығып, өзіңізге қалаған көлемдегі форманы создавать етіп қойсаңыз болады. Енді дайын болған осындай формадағы батончиктарымызды морозилкаға салып қоямыз. Кемінде 20-30 минут тұрғаны жақсы, қатып, өзіңізге ыңғайлы болып шығады. Творожный батончиктар морозилкада тұрғанда біз енді клубника в шоколадемізді дайындайтын боламыз. Клубникаларымызды жақсылап жуып, тазартып, кептіріп, соңынан дайындап аламыз. Алдыңғы видео рецепттерімде клубника в шоколадені, калибау шоколадын дайындаған болатын. Бұл жолы АБК шоколадын дайындайтын боламыз. Бұл жолы өте оңай. Калибау шоколады сияқты капризный емес. Микроволновкада немесе водяной баняда ерітуге болады. АБК шоколадын қосып, 200 грамм болса 50 грамм сливочный масло қосылады. Жақсылап ерітіп алып, ыстық емес, сәл жылылау кезде тездетіп, клубникамызды немесе жен в шоколаде барлығын дәл осы рецептпен жасауға болады. Тез қатып қалады, бірақ үлкейіп жасауға болады. Міне осылай біз клубникаларымызды тазалап алдық. Енді алдын ала ерітіліп қойған шоколадымызға жақсылап батырып аламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, аккуратно жасасаңыздар да болады. Просто менде бір қолымда телефон, осылай снимать етіп отырмын. Міне осылай әдемі болып шығады, өте дәмді шығады бұл да. Калибау шоколадынан кішкене ерекше айырмашылық әрине бар, бірақ бұны да қолдануға болады. Бұл өте тиімді бағада тұрады. Қымбат емес, сондықтан практиковать етуге болатын шоколадтардың бірі. Міне дәмін көрдік, өте дәмді, қатты приторный тәтті емес. Енді жен в шоколадемізді дәл осы шоколадымызға малып жақсылап шығамыз. Біз бүгін қонаққа осындай түрлі тәттілерімізді ұсынатын боламыз. Жен в шоколаденің рецепті менің YouTube каналымда бар. Толық рецепті сол жерден көрсеңіздер болады. Дайын болған женттеріміз өте дәмді, жұмсақ, бельгийский шоколадтан қарағанда. Осы АБК шоколадтармен өте күшті жарасып кетті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді достар, біздің видеомыздың басындағы творожный батончиктарымыз дайын болды, морозилкаға салып қойдық. Енді біз осылай бұны да шоколадқа жақсылап батырып шығасыз. Өзіңіздің қалауыңызша толықтай батырсаңыздар да болады. Міне осылай шығады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханға қойғанға да балаларыңызға жегенге жасап қойсаңыздар да болады. Өте керемет шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал біздің қонақтарымызға жасаған дастарханымыз қысқаша осылай болды. Көп нәрсені түсіріп үлгермедім. Ал бізге ас болсын, міндетті түрде подписаться етіп, комментарий қалдырыңыздар, сау болыңыздар.